Ассалаумағалейкум достар. Мен сол Қазақ автоэлектрге, есімім Жұлдызбек, Ақтау қаласы. Достар, мен сіздерге пайдалы, жақсы, сізге бір көмек тиіп қалатындай, мүмкін сіздің бауырыңызға, мүмкін сіздің ағайын туыстарыңызға көмек тиіп қалатындай видео жасаудан шаршамайын. Сіздер лайкавайт етіп, кайфавайт етіп, сұрақ қоюдан шаршамаңыздар. Достар, жаз келіп қалды, мінекей. Бұны білетін де бар, білмейтін де бар. Білмейтіндерге бұл жалпы көліктің автокондиционер компрессоры. Бұл маған келді, достар. Бұл компрессор жасау үшін бір шамал түсіндіріп кетейін. Бұл сыртқы реммен постоянно айналып тұрады. Компрессор қосылу үшін мынаған ток келеді. Мына шоқ етіп жабысады да бәрі бірге айналатын болады. Сол кезде мына компрессор деп жұмыс жасайтын болады. Енді бұған ток келіп тұр, достар, мынау жабыспайды. Бұны шешеміз. Бұның астында магнит бар. Сонда да бір жасауға болады. Ендеше әрі қарай тыңдап, лайкавайт етіп, кайфавайт етіп отырыңыздар. Так. Стоп ашатын керек, арнайы. Так, мінекей магниті осы болады. Соны жайлап сүртіп аламыз, асықпай. Сосын қазір әбден сүртіп алайын. Бір құпиясын айтатын боламын.
Достар, мінекей мынандай бетте пластмасс алып шықтық. Мына жерінде мынандай кішкентай транзистор бар. Достар, соны қиратып алып тастаймыз. Сол транзистордың орнын жайлап, мына екеуін прямой жалғап жіберуге болады. Сол кезде істейтін болады. Қазір жасаймыз. Сіздер қолдап отырыңыздар, достар. Так. Енді қызып жатыр. Ондай кішігірім, кішкентай осындай сымды алып жақсылап байкелеп жібереміз. Міне мен сіздерге тек көрсету үшін жайлап қойдым. Қазір аккуратын жақсылап тұрып клей құйып тастаймын бұған. Міне мен сіздерге қазір аккумулятор қылып көрсететін болдым жабысқан. Бағана үшін ұстап қара, көрдіңіз бе достар? Былай алып баршы, алып тұрды. Енді қазір қостым, енді алып қара. Алынбайды, көрдіңіз бе? Достар, мінекей осылай жасауға болады. Егер мен видеом ұнап жатса, лайкап етіп, кайфап етіп, сұрақтарыңызды қойып отырыңыздар. Ақтау қаласы, есімім Жұлдызбек. Сіздерге аз да болса пайдасы тиіп қалар деген үмітпен жасаған видеомыз. Көліктеріңіз әрдайым далада қалмасын.